мә білесіздер ма, мына Голдвейдің препараттары мені прям таң қалдырып тұрар ғой. Голдвей до такой степени уже D3 витамин неден шығарған екен, сенесіңдер ма? Мына D3 біз мысалы күннен алатын сәуле бар ғой, сол күннен сәуле ала отырып біздің организмімізде түзілетін витамин ғой. Егер мысалы күн сәулесі жетіспесе, бұл витамин біздің организмімізде түзілмейді. И соответственно бұл витамин түзілмесе бізде балаларда мысалы рахит деген ауру пайда болады. Одан кейін мына сүйектің дұрыс түзілмеуі, сүйектің бос болуы, орысша айтқанда хрупкий деп айтады ғой орыстар ше. Сондай сүйектің хрупкий, әлсіз болуы жалпы осы D3-дің аздығына байланысты екен. Мысалы біз бұрын күннің астында көп ойнайтын едік. Таң атқаннан қара кешке дейін далада ойнайтын едік. Қазіргі балалар өйтпейді ғой мысалға ше. Сонымен Голдвейдің ойлап тапқаны осындай D3 екен. Мен таң қалып отырмын, шыны керек. Өйткені былайша айтқанда күшті. Мысалы ойбай балам далаға шықпай қалды, күннің астында жүрмей қалды, D витамин алмай қалды, бой өспей алатын болды деп мысалы уайымдамауға болады ше. Күнде мысалы 1-2 рет аласың, аузыңа пшикать етесің да, сөйтіп себе берсең, сен күнделікті D3-ді алып отырсың былайша айтқанда ше. Сонымен шыны керек Голдвейдің өнімдері бара-бара мен таң қалдырып жатыр. Негізі күшті, Голдвей, сіздер күштісіздер, вы молодцы. Мен сіздерді әрқашан қолдаймын. Өнімдеріңіз всегда табиғи, сондай на честность жасалған өнімдер. Сіздерге көп рахмет осындай күшті неше түрлі өнім шығарып жатқандарыңызға.